Бағдатта бір күнде екі бірдей жарылыс болды. Алғашқысы шейттердің Баладият ауданындағы базарда болған. Онда 12 адам көз жұмып, 50 жан жараланған. Жанкешті жарылғыш зат қойылған автокөлікті жарып жіберген. Лаңкестікке жауапкершілікті ислам мемлекеттік экстремистік тобы мойындарына алған. Ал екінші жарылыстан кем дегенде 7 адам мерт болды. Оннан астам адам жараланған. Иерусалим орталығында көне қала қабырғасына жақын маңдағы көшеде жүк көлігі жаяу жүргіншілерге арналған жолаққа шығып, автобустан түсіп бара жатқан бір топ әскерилерді қағып басып өткен. 4 адам көз жұмып, зардап шеккен 13 адам ауруханаға жеткізілген. Кейбірінің жағдайлары ауыр. Жергілікті билік бұл оқиғаны лаңкестік әрекет деп атады. Израиль полициясының басшысы Рони Аль-Шейхтің мәліметінше, 28 жастағы шабуылшы Иерусалимнің шығысындағы Араб ауданынан. Күштік құрылым өкілдері оның оқиға орнында көзін жойған. Францияда Португалия азаматтары мінген автобус апатқа ұшырады. Олар Швейцарияға бет алған. 4 адам мерт болып, 20-сы жараланған. Үшеуінің жағдайы ауыр, арасында 2 жасар бала бар. Макон қаласының прокурорының мәліметінше, көктайғақтың салдарынан жүргізуші көлікті басқара алмай қалуы мүмкін. Қазір нақты себептер анықталып жатыр. Кеше болған қайғылы оқиға кезінде автобус ішінде 40-қа жуық адам болған. Жаңа жыл түні Стамбулдағы түнгі клубта оқ атқан лаңкес Өзбекстанның тумасы Абдулгадир Машарипов өз арасында Абу Мухаммед Хорасан деген лақап атпен танымал. Тәртіп сақшылары Машариповтың түнгі клубтың келушілеріне 180 оқ атқанын анықтаған. Кейін ол асханаға барып, 13 минуттың ішінде киімін ауыстырып ғимараттан шығып кеткен. Жолдан көлік тоқтатып, көрші ауданнан түсіп қалған. Лаңкестің тұлғасын полиция қызметкерлері такси жүргізушісінің көмегімен анықтаған. Қылмыскер Стамбулға Кониден келген. 1988 жылы дүниеге келген. Ол түрік, араб және орыс тілдерін меңгерген. ақш-тың Флорида штатындағы әуежайда оқ жаудырған күдікті өлім жазасына кесілуі мүмкін. Оған прокуратура оқ атқан қару туралы заңды бұзды және адам өліміне соқтырған зорлық-зомбылық әрекеттерін жасады деген айып тақты. Бұл туралы 24 KZ хабарлайды. Естеріңізге сала кетейік, Флорида штатындағы әуежайындағы атыс 6 қаңтарда болған. Эстебан Сантьяго есімді жігіттің қолынан 5 адам мерт болып, тағы 8 жараланды. Тергеушілер ол лаңкестің әрекет жасау мақсатында оқты бей-берекет жаудырған деп есептейді. Бірақ күдіктінің үйінде тінту жүргізген федералды тергеу бюросының мамандары радикалды бағытпен байланысқан айғақтайтын ешқандай дәлел таппаған. Жексенбі күні жүрек талмасымен ауруханаға жеткізілген Иранның бұрынғы президенті Али Акбар Хашеми Рафсанджани көз жұмды. 82 жастағы Рафсанджани Иранды 1989-1997 жылдар аралығында басқарды. 2000 жылы мәжіліске сайланған. Соңғы уақытта ол Иранның жоғары басшысы Хаменеи жанындағы кеңесші органы мақсаттылық кеңесін басқарған. Еуропада әдеттен тыс қатты аяз талай адамның ажалына себеп болды. Польшада жыл басынан бері ауа райының күрт суытуынан 12 адам көз жұмған. Италияда қақаған аяздан 7 адам қаза болған. Олардың көбі үйсіз жандар деп жазады Азаттық. Болгарияда шекараны кесіп өтпек болған 3 босқын үсіп өлген. Православ христиандардың Рождество мерекесі түні Мәскеу қаласында ауа температурасы соңғы 120 жылда болмаған ең төменгі көрсеткішке -30 градусқа дейін суытқан. Мәскеу облысында жексенбіге қараған түні сынап бағанасы -36 градусқа дейін төмендеген. ақш-тың шығыс жағалауында қарлы боран кесірінен автокөлік жолдарында қозғалыс шектелген. Жол апаты көбейіп, автомобильдер кептелісте тұрып қалған. Қарлы боран Түркия мен Балкан елдерінде де болған. Кей жерлерде қардың қалыңдығы 1 метрге дейін жеткен. Шымкентте барак тәрізді салынған 2 қабатты жеке тұрғын үйде жарылыс болды. Опырылып құлаған үйдің астында қалған бір әйел көз жұмды. Құтқарушылар қиранды топырақтың арасынан тағы 4 адамды шығарып алған. Арасында 1 жасар сәби бар. Зардап шеккендер қазір ауруханада. Оқиға болған жер қоршауға алынып, көгілдір отын мен электр энергиясына ажыратылған. Жарылысқа дұрыс орнатылмаған газ құбыры себеп болуы мүмкін. Бұл туралы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы өңірдегі мамандары хабарлаған. Мән-жайды толық анықтау үшін бүгін арнайы жұмыс тобы құрылады. Сондай-ақ онда зардап шеккендерді уақытша баспанамен қамту және материалдық көмек көрсету мәселесі қаралады. Жәбірленушілер жер үйдің жанынан салынған қос қабатты ғимаратты жалдап тұрған. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің туризм комитеті Таиландта жүрген қазақстандықтарға қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді. Таиландтың Самуи аралында толас жауған жаңбырдың салдарынан жолдар судың астында қалып, жергілікті әуежайдан ұшатын бірқатар рейстердің ұшуы тоқтатылды. Ауа райының күрт бұзылып кетуінен 700 мыңнан астам адам зардап шегіп, 12 адам қайтыс болды. Туризм департаментінің басшысы Марат Иғали Таиландтың оңтүстігіндегі жағдайды бақылап, сыртқы істер министрлігімен тікелей байланыс ұстап отыратындарын жеткізді.
Бірлік пен татулықтың мекеніне айналған еліміз Рождество мерекесін атап өтті. Өткен сенбі күні облыс әкімі Бердібек Сапарбаев православ христиандарын құттықтады. Қазақстан халқы бір-бірін дінді сыйлайды. Ең маңыздысы бірлік пен келісім деп атап өтті өз құттықтауында өңір басшысы. Шіркеуге жиналған жамағатқа өткен жылдың жетістіктері мен тәуелсіздіктің 25 жылдығында қол жеткізген табыстардың мол екенін атап өтті. Кен Нектария Кей Бердібек Сапарбаевқа кітап сыйлады. Жиналғандар шіркеуде Құдайға құлшылық етіп, діни жаралғылар жасады. Ақпараттар легі осы, өзге де жаңалықтарды /TVNKZ сайтынан оқып біле аласыздар.